Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Әсел. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, прям ауызға салса еритін, сочный, мощный котлет дайындайтын боламыз. Өте нәзік болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік фаршқа: пияз, сәбіз, сүтке жібітілген нан және де жұмыртқа, тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған котлетімізді алып, шетінен панировочный сухаригемен екі жағын айналдырып жатырмын. Сіздерде ондай болмаса, ұнға, жай қарапайым ұнға айналдырсаңыздар да бола береді. Осылай қалғандарын бәрін осылай жасап шығамыз. Котлеттерімізді енді жақсылап қуырып аламыз. Екі жағы қызарғанша, прям қызыл болып қызарғанша жақсылап қуырамыз. Одан кейін подлив дайындап, сол подливтің бетіне котлеттерді қоя салатын боламыз, бұқтырып. Подливаны көп қуырудың қажеті жоқ. Кішкене 1-2 минут қуырсаңыздар жетеді. Үстіне мен мына жерде 1 бокалдай су құйдым. 1 бокал емес, оған жетпейтіндей даже. Сонымен осылай котлеттерді салып, бәрін бұқтырамыз. Осымен біздің сочный, мощный котлетіміз дайын. Бұл котлетті міндетті түрде жасап көріңіздер, және де маған фотоотчет жіберсеңіздер болады. Каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.